Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Бүгін осындай өте дәмді, өте керемет, дәмі естен кетпейтін баклажаннан осындай тағам дайындаймыз. Салат ретінде қойсаңыздар да болады. Осында бізге баклажан керек болады. Баклажанды мен өзімнің бақшамнан алғандықтан неше түрлі формада шықты. Осылай ірі етіп турап аламыз. Ірі болғаны дұрыс. Езіліп кетпес үшін. Енді ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, жақсылап вилкамен араластырамыз. Біркелкі болған кезде турап қойған баклажанға құямыз. Жұмыртқаны баклажанға, шикі жұмыртқаны араластырсақ, баклажан өзіне жұмыртқаны сіңіріп, қуырған кезде езіліп, ботқа болып кетпейді. Енді бізге пияз керек болады. Осындай орташа көлемде пиязды майдалап, кубиктеп турап аламыз. Енді осы пиязды табаға май құйып, сарғыш түс болғанша қуырамыз. Сіздер менің каналымның ары қарай дамып, жылжуына ат салысып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Міне біздің пиязымыз қуырылды. Енді бұл пиязды майымен қосып, басқа ыдысқа сүзіп аламыз. Чеснокты осылай пышақтың көмегімен турап алдым. Қуырылған пиязға саламыз, және осындай петрушка керек болады. Петрушканы да осылай майдалап турап аламыз. Оны да пиязымызға саламыз. Кептірілген ас көк салдым. Менде свежий түрі болмады. Тұз салдым. Приправа салдым, дәмдеуіш яғни. Және 3 ас қасық қаймақ салдым. Ең соңында қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Міне осындай болып шықты. Иісі деген керемет болды. Ендігі кезек бізде баклажан. Баклажанды табаға тағы май құйып, қыздырып, отты барынша қаттырақ қойып, қуырамыз. Осылай тұз себеміз. Осындай кеңірек, үлкендеу сковородкаға, табаға қуырған дұрыс. Баклажанның барлық жері тиіп, қызарып, қуырылу қажет. Біреуін жеп көріп жатырмын. Ең соңында осы дайындап қойған соусты құямыз, және бірденен астын өшіреміз. Жақсылап араластырамыз, және біздің тағамымыз салат түрінде қойса да болады. Дастарханға өте дәмді болып шығады. Ыдысқа салып, жеп көріп жатырмын. Дәмі деген естен кетпейтін өте дәмді болып шықты. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Қонаққа да, үйдегілерге де. Тура баклажанның сезоны қазір. Өте дәмді болып шығады. Дәмі чеснокпен, қаймақпен, ас көктермен өте керемет болып шықты.
Видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.